Осыған дейін ғалымдар көптеген нәрсенің мәнін тауып тарихын зерттеп ұлы жетістіктерге жетті. Бірақ әлі де зерттелмеген тарихы белгісіз нәрселер көп. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге археологтар тапқан ерекше заттарды айтамын. Өткен ғасырларда археологтар Египеттің храмынан түсініксіз иероглифтер тауып алған болатын. Бір қарағанда ол жерден танк, тікұшақ, ұшақты көруге болады, бірақ әлі күнге дейін оның мағынасын ешкім аша алған жоқ. 16 ғасырларда Перуде ерекше суреттер салынған қара тастар табылған. Тастарда хирургиялық операция, жұлдызды аспанның картасы, ұшқыш құралдар және ғарышты зерттейтін құрылғылардың суреттері салынған. Сондай тастардың бірінде трицератопста түтік шегіп кетіп бара жатқан адам суреттелген. Оның құпияларын әлі күнге дейін таппаған. Қытайлық коллекционер Люк Кан 2001 жылы 1763 жылғы жердің картасын тауып алған. Бірақ картада 1417 жылғы жердің картасына ұқсатылып жасалған деген жазу бар. Картадан оңтүстік және солтүстік Американы көруге болады. Бұл дегеніміз карта Колумбтың саяхатынан 74 жыл бұрын жасалған. Шайтанның кітабы деп аталатын бұл кітапта құпияларға толы мифтер жазылған. Аңызға сүйенсек, кітапты 13 ғасырда монах шайтанның айтуымен жазған деседі. Ал шайтан кітапқа өзінің ізін, өзінің суретін қалдырып кеткен. Осындай кітапты жазып шығу үшін кем дегенде 30 жыл керек. Алайда бұл кітаптағы жазулар тек бір қалыпта жазылған. Демек оны бір адам өте аз уақытта жазып бітірген. 1925 жылы 1513 жыл түрік флоты Пере Рейстің жазған картасы табылған. Картада Европа, Солтүстік Африка, Бразилия жағалауы және Антарктидада суреттелген. Антарктида 1800 жылдары ашылды деп есептелініп келді. Картада Антарктиданың ландшафты өте ұқсас келген. Тіпті соңғы 6000 жыл бойы мұз болып тұрған аймақтарды қосқанда. Ғалымдар Пере Рейстің мұзда жасырынып жатқан ландшафтты қалай дәл сызып бергенін дәлелдеп бере алмаған. Ронга-ронга ағашқа қашалып жазылған ертедегі символдар және ол 1864 жылы Пасха аралында табылған. Аударып көргісі келген ғалымдардың көп болуына қарамастан бұл символдардың мағынасын әлі де ешкім аша алған жоқ. Кейбіреулер оның сырын ашса неліктен Пасха аралының тұрғындары жойылып кеткендігін дәлелдейді деп есептейді. Алғашқы римдік додекаэдрлер 18 ғасырдың басында табылған. Қазір археологтар Уэльс пен Венгрияның арасынан 100-ден астам додекаэдр тапқан. Додекаэдр ерекше пішінді, темірден немесе қоладан жасалған бұйымдар. Бұл додекаэдрлер неліктен қолданылғаны белгісіз. Лонгьо үңгірі біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдарда адам қолымен салынған ең үлкен үңгір. Ішінде көпірлер, бөлмелер, тіпті бассейндер де бар. Лонгьо үңгірі 1902 жылы Қытайда табылған. Археологтар, геологтар, тарихшылар бұны қалай салынғанын дәлелдеп бере алмады. Бұл үңгірді салу үшін шамамен 6 жылдай күндіз және түнде жасайтын 1000 адам керек. Осымен қоса, бұл жерде ешқандай да құрылыс құралдары табылмаған. 1985 жылы Жапон сүңгуірлері кенеттен тасты монументтерге кездеседі. Су астында табылған монумент Йонагуне деген атқа ие болады. Ғалымдардың айтуынша монументтің тұрғызылғанына 5000 жыл болған. Бостандық университетінің геологы Роберт Шош бұндай тастар жер сілкінісінен және теңіз толқынынан болды деп есептейді. Бірақ бұл теорияға толықтай дәлел жоқ. 1988 жылы археологтар Израильдегі Ашкелон қаласының ежелгі канализациясында қазба жұмыстарын жүргізген. Кейін ішінен 100-деген жаңа туылған баланың сүйектері табылған. Ғалымдардың зерттеуі бойынша бұлардың ешқандай да ауру немесе дұрыс өспеген сүйектерін байқамаған. Басында бұл канализация қыздарды сақтау үшін жасалған. Бірақ ішіндегі өлі денелердің көбісі ер балаға тиесілі. Олардың бұлай өлу себебі әлі анықталмаған. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FTFury Кликбас каналынан. Видеоны лайк басыңыздар, каналға және ВКонтактедегі группамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.